Кәргі таңда жастардан сұрасаңыз, Фермопиль шайқасы десеңіз, олар 480 жыл біздің заманымыздан бұрын болды. Онда 300 спартанцымен Леонид патша 10.000 парсы әскеріне қарсы тұрып ерлікпен шайқасты дейді. Не себептен? Өйткені Голливуд фильмдары өте әсерлі, ұмытылмас түсіреді. Ал олар біле ме екен Жәңгір ханның Орбұлақ шайқасын? 50.000 жоңғар әскері Қосқолаң мен Орбұлақ тауларының арасынан өтіп келе жатқанда, сол кезде Жәңгір хан қолында бар 600 қазақ жауынгерімен барып Орбұлақ пен Қосқолаң тауларына барып бекінеді. Адам бойындай терең ор қазады. 300 әскерін таудың үстіне шығарып бекіндірсе, қалған 300 әскері сол Орбұлақ пен Қосқолаңның жаңағы окопа қазылған жерлерге, сол жерге алып жайғасады. Жоңғар әскері кірген кезде бастарынан тас лақтырып, от шашып, садақпен атып, оқ жаудыртып, найза лақтырып, жоңғар әскерін талқандайды. Екіге бөлініп тастаған әскерді Жәңгір ханның өзі барып шауып, қырып, тойтарыс береді. 9 рет шабуыл жасайды. 9-шы ретінде хан аяқ астынан 300 отты қару мылтықтарын алып атқылаған кезде, сол кездің өзінде 10.000-ға жуық жоңғар әскерін қырып жіберген. Жоңғарлар артқа шегініп қашады. Осыны естіген Самарқантты басқарып отырған қазақтың жігіті Алшын Жалаңтөс батыр 20.000 әскермен келіп, оларды жоңғарларға соққы беріп, өстіп жоңғар қақпасынан қуып, жоңғарларды талқандаған еді. Енді қарап көріңіз. 300 спартанец 10.000 адамға қарсы 600 қазақтың жігіті 50.000 жоңғарды талқандаған. Міне тарих қайда жатыр.